маған есі дұрыс емес адамға қараған сияқты қарады. Енді ол қарасаң қылмысты іс. Мен бірақ сондай тәуекелге бардым. Бір айдан кейін бетонный завод енді тура машина сияқты жұмыс істеді. Мына Мерседес сияқты. Тозақтың оты болатын. Жұмыстан адам өлмейді. Ана кәсіпкерлік ойлау жүйесі мен маманның ойлау жүйесі болып екіге бөлінеді. Кейбір адамдарда мына қандай кәсіпкерлік бар, бір коммерция жилкі бар деген бір сөз бар. Кейбіреулер іштен оқып туады дейді менің апам. Іштен оқып туған кезде бір пысық болып кез келген проблеманы шешуге бейім тұрады. Менің өзім әкемнен берілген қасиет болу керек. Бір оқиғаны есіме, мен өзім қол астымдағы және бір серіктестерімнің іс-қимылын қараған кезде өзім өмірім көз алдыма келеді. Мен ешкімнен ешқашан бір бюро тапсырма тоспаған екем. Мен соларға басынан өткен біраз жағдайларды айтып берем. Соның бірі 1984-85 жылдары мен Семей қаласында УПП деген мекемеде Семпромстройда жұмыс істеген болатынмын. Сол жерде мен 3 кәсіпті бірдей істеп жүрдім. Біреуі ПТО-да, производство-технический отдел дейді, сол жерде инженер болып жүрдім, ағаш өнеркәсібінен. Екіншісі инженер по технике безопасности, қауіпсіздік инженері. Содан кейін о кезде гражданская оборона деген мамандық болды, оны да қосып берді. Енді негізгі инженер-технолог по деревообработке одан толық оклад алдым, а екеуінен 30-30% оклад алып отырдым. Сонда менің айлығым өте жоғары болды. Совет үкіметі кезінде 190 рубль өте жоғары болатын. Бірақ жап-жас жігіт кабинетте ғана отырып сол табыс тауып жүрдім. Сол заводтың ішінде растворобетонный узел РБУ деген бір цех болды. Үлкен 5 этаж цех, іші шаң, айғай, шу, үлкен бұнанда бетономешалкалар көлінде айналып жатады. Және де былай айтқанда тозақтың оты болатын. Өйткені біздің Семпромстройда бір 9 ба 10 шақты бір управление болды, соның бәрі бетонмен жұмыс істейді. Ал сол бетон беретін узел жалғыз сол болды. Таңертең соның маңайына бір 50-60, кейде 70-80-ге дейін самосвалдар бетон алуға келеді, жиналып қалады. Өйткені ана бетономешалктың біресе біреуі сынып жатады. 4 бетономешалка. Содан директор, главный инженер күндес жұмысын содан бастайды. Онан кейін директорде совещание, планерка болады. Сол кезде ана бетонный узелдің бастығы күнде айғайшып таяқ жеп жатады. Бірі ауысты, екеуі ауысты, үшіншісі ауысты, бірақ анау жұмыс мүлде алға жүрмейді. Түрлі себептер бар. Құрметті көрермен, мен үшін ең үлкен бақыт бұл білгеніммен бөлісу. Осы мақсатта өзімнің жеке каналымды ашқан болатынмын. Егер де сізге қажетті ақпараттар, танымал жандармен сұхбат, кәсіпкерлер өз күнін қалай өткізеді, осы және де өзге қызықты видеолар көргіңіз келсе, Нұрсила каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Нұрсила каналына төменгі сілтеме арқылы өте аласыз. Бір күні мен аралап көріп жүрдім, бірақ себептерін көрдім. Қалай жөндеу керек, жасап, ананың жұмысын жолға қоюға болатын. Бірақ оны айтып едім, ешкім мені тыңдай қоймайды. Бір күні Василий Ильич Бакилов деген сонда бір директор болды. Өте бір әділ, адал орыстың азаматы болатын. Сол кісіге бір күні есігін қағып кірдім. Василий Ильич, мені ана бетонный узелға жіберіңізші, сонда мастер деп айтады, мастер болып деп. Ол қасы брезент қасы сияқты қалың қасы бар, ұзын адам болатын. Көздіргін шешіп, маған есі дұрыс емес адамға қараған сияқты қарады. Соңғы қарап отырды да, а что ты там потерял деді. Мен айттым, я хочу себе попробовать, өзімді сынап көргім келеді деп. Соңғы екінші сұрағы болды, справишься деп. Мен айттым, дайте месяц. Бір ай уақыт беріңіз, көрейін, өзімді сынап көрейін деп. Соңғы, ну давай, пожалуйста деді да. Ертеңде планировкада айтты, міне Ахметбек осылай сұранып отыр. Осы бетон узелға мастер болып барғысы келеді. Мен бұйрық шығардым деп бетон узелға мастер болып қойды. Соң барғаннан кейін бірден аяғыма керзіп етік кидім, үстіме жұмысшылардың жұмыс киімін кидім, үстіме мынандай шапан, телегрейкі дейді, телегрейкін киіп алдым. Алдымен ең бірінші істегенім ішінде тазалық орнаттым. Шаң болмайтындай, ішіндегі бүкіл қақыл оқыны, баяғыдан жатқан бір мусорды түгел 2 КАМАЗ ба 3 КАМАЗ мусор шығартқыздым. Соның кейінгі негізгі проблеманы оқытым. Негізгі проблема мына бетономешалка үлкен, енді мынандай адам құлаш жетпейтіндей үлкен бір қондырғы, сол айналып тұрады. Ішіне 1 куб бетон, 1 тонна бетон құйылады, су құйылады, сонда 1,5 тоннада анау айналып тұрады.
сол бетономешалканы айналдыратын бір жағында мотор тұрады, екінші жағында редуктор тұрады. Соны мынандай бір валмен байланыстырады. Сол айналдырады, аны бетономешалканы айналдырып тұрады. Сол вал қысым келген кезде сол вал үнемі сынып кете береді. Бірақ енді айтады, сол валды бір белгілі мөлшерде ғана, ол кезде Совет өкіметі кезінде артық бермейді, белгілі мөлшерде бір береді. Разнарядкамен моторды да береді, редукторды. Жылына бір 10 ма береді, болды. Сол 10-ы бір айдан кейін істен шығып қалады. Соңын үнемі соны ремонттайды. Соңын сұрастырсам, Семейде біздің қасымызда Машзавод деген танк жасайтын завод бар. Соларда бір керемет мықты металл бар екен. Танкқа мықты металл болады ғой. Содан ана валды жонса, бас механик айтты, соны жонса вообще-то бұзылмайтындай, сынбайтындай вал жасап шығуға болады деп. Содан кейін бірақ ана Машзаводқа кіргізбейді. Ол военный завод. Оған заявка берсең жасатқызбайды. Енді не істеу керек? Содан кейін мен сонда біз жұмыс істейтін адамдар, бір мастерлер тауып алдым да, ана валды көрсеттім. Осыны осындай высоколегированный керемет стальдан жасап бере аласыңдар ма? Олар айтты, жасап береміз, ақшасы осынша болады. Есімде жоқ, 30 ба 50 рубль деді бір вал. Содан кейін айтты, оны қалай алып шығасың деді. Содан кейін ақылдасып, сол сантехниктер, сол жақтан біз пар аламыз, парды котельный сол танковый заводтан алатымыз. Солар сол пары турбаның үстінен ремонт жасағанда сантехниктер ары бері жүреді екен. Сантехниктермен келістім, соларға ол кезде олардың құны бір жартылы арақ берсем, ана валды алып кеп бересіңдер ме дедім. Олар айтты, жақсы, әкеп береміз. Содан кейін соларға чертежін сызып әгілерге бердім. Содан кейін әгілер маған 10 вал жасап берді. Бірақ оған ақша жоқ. Ол кезде мына қолма-қол наличка ақша деген жоқ. Оны тек қана аудару керек. Ол аудару үшін келісімшарт, ол мүмкін емес енді. Тек Мәскеу арқылы шешілетін шаруа. Содан кейін сол кездегі Караханов деген жас қазақтың жігіті главный инженер болған, бас инженер, соған бардым да айттым. Мен мына бетономешалканың сартылдап жұмыс істеп тұратындай проблемасын шеше аламын. Ол үшін мына вал жасату керек. Ол үшін наличка ақша керек. Соны айтты, қалай жасаймыз? Содан кейін мен айттым, ана мастерлер осылай жұмыскерлерім ана ішіндегі бетонный цемент банкасын тазалады деген бір наряд жазайын. Содан кейін соларға әрқайсысына 50 рубльден сен жалақы бер, содан кейін олардан жинап аламын. Енді ол бара қарасаң қылмысты іс. Өйткені ана біреу айтып қойса, осылай Ахметбек, Нұрсейленов, осылай бізге өтірік жалақы жаздырып, ақшамыз жинап алды десе, мен сотталып кетуі мүмкін. Мен бірақ сондай тәуекелге бардым. Адамдарға түсіндірдім, егер бетономешалка жақсы жұмыс істеп тұратын болса, сендер жақсы жалақы табатын болсыңдар. Ол үшін мына валды мен танковый заводқа жасатуым керек. Бәрі жарайды деп қолдады. Содан кейін сол 500 рубльге 10 вал жасатып алдым. Болды, ана бұзылмайтын болды. Сақылдап жұмыс істей бастады. Содан кейін екінші тағы бір проблема бар. Мынандай бір датчиктер болды. Ана цемент ағып келеді. Цемент ағып келген кезде одан цилиндр басады ауамен. Сол цилиндрде бүйтіп соленоид дейді, жүгіріп тұратын бір датчик болды. Соның ішіне цемент кіріп кетеді, анау жол істен шығып қалады. Мынау датчик. Мынау үстінде анау немене жүгіріп тұрады мынандай. Сол былай жүгірген кезде ашылады, былай жүгірген жабылады. Бірақ ішіне цемент кіріп қалғаннан кейін мынау бүйтіп жүрмей қалады. Бірақ мына пәле тек қана бір Свердловскіде ма, Новосибирскіде ма, Ресейдің бір заводында шығады екен, бетономешалка жасағанда. Ол да белгілі мөлшерде бір разнарядкамен беріледі. Содан кейін енді замдиректорға айтамын, қамтамасыз ететін снабжениеге. Рысбек, Манай Рысбекович деген болған. Мыналардың бәрі істен шығып жатыр, жөндеуге келмейді. Соны жөндеп қояды, 1-2 сағаттан кейін бұзылып қалады. Бұзылып қалғаннан кейін әгі машинелер толып, қайтадан айғайлы басталады. Бетон жоқ. Главный инженер, директор бәрі айғайлайды, бірі боқтайды, бірақ аны шешілмейді. Соны айтамыз, мына клапан, соны тауып беріңіз, соны десек айтады, енді замдиректор треск айтса айтады, болды. 1 жылдық заявканы алып қойдық. Енді тек қана келесі жылда 30-40 келеді, тос деп. Енді ол проблема қалай шешуге болады? Мен ойладым, енді бұл бетономешалка қайда жасайды екен? Өйтсем ол бетономешалканы Павлодарда құрастырады екен. Содан кейін тағы да главный инженерге бардым да айттым, мен мынаны сатып алып келейін. Оны былайша разнарядкамен бермейді. Маған тағы да мен сондай бір бетон жылдың ішінде бір ремонт жұмыстарын жасадық деп, мен жұмысшыларға жұмыстан кейін қалдырып жұмыс істеткіздім деп наряд жазып, тағы да сол ақшаны қалтама салып алдым. Есімде жоқ, 700 рубльдей ма ақша салып алдым да Павлодарға тарттым. Адресі бар болатын. Әгі бетономешалка жасайтын заводтың. Сол кеше жұмыскерлер шығып жатыр екен, біреулерді ұстап алдым да айттым, клапан. Мынандай клапан бар ма сендерде? Бар ғой енді шығарасыздар. Бар. Айттым, осының маған бір 20-30 керек. Қаншадан шығарып бересің дедім. Ұрлық енді. Соң кейін әлі есімде 30 рубльден деді.
30 рубльден соның 12-сі ма 15-і өзі ауыр екен мынандай салмағы. Соңын айтты, кеш жақын сағат 7-те кел, осы түнде шығарып қоямыз, кешке шығарамыз, забордан лақтырамыз, 9-да ма кешке айтты, қас қарайғанда есімде, бір сумка бәлен бір жерге келесің, осыны аласың деді. Мен кеш жақын ақшамды алып келсем, дайындап қойып, ауыр бір сумканы, соны салып алдым да автобустың багажына салып алып келдім. Содан кейін көзім ашылды. Анау клапан істен шыққан кезде ананы бере қоямын, ауыстыра қояды, ананы ремонттай береміз. Бір айдан кейін бетонный завод тура машина сияқты жұмыс істеді. Мына Мерседес сияқты. Өзіміздің трестен ғана емес, көрші трестен келіп бізден бетон алатын болды. Сонда әлі есімде сол Василий Ильич Бахиловтың бір аға сөз айтқан. Вот что такое пришел молодой человек, решил все проблемы деп. Енді бұны неге айтып отырмын? Жаңағы валды жасау, наряд жазу, көрші танковый заводқа барып, сондай қауіпке өзінің басын байлау маған керек жоқ еді. Маған ол үшін бір тиын ақша төлемейді. Ол менің міндетім емес еді. Бағанағы соленоид мына клапанды тауып, Павлодардан тауып, оны ұрдық жасап, өтірік наряд жаздырып алып келу менің міндетім емес еді. Мен оны главинженерге, снабженецке, директорге, замдиректорға айтып қойып отыра берсем, маған ешкім ешқандай кінә арта алмайды. Айтамын, кінә менде емес, бәрі біз жанталап істеп жатырмыз, мынау жоқ деп. Оны аналардың ешқайсысы ол проблеманы шеше алмады. Өйткені олар тек маман ретінде ойлайды, маман сияқты ойлайды. Ал мен кәсіпкер, менің ойлауым кәсіпкер. Ол кезде мен ешкім үйретпеді. Қазір мен сіздерге айтатыным, адам бір қадам артық жүру керек. Саған 1 километр, 10 километр жүру керек болса, сен 12 километр жүр. Оны мына ағылшындар пройти лишнюю милю дейді. Кім есеппен ғана аяқ басады, соның ол ешқашан дамымайды. Есеп әрбір қадамын есеппен басатын адамдар болады. Біреулер сол ой артық істеп қойдым ау, анау менікі емес, оны неге мен істеуім керек деген оймен ойлайды да, өзі дамымай қалады. Менің әкем марқұм үнемі айтатын. Жұмыстан өлген қазақтың моласы жоқ. Жұмыстан адам өлмейді. Адам ойын кез келген проблеманы бұл маған міндет, задача деп қарау керек. Проблема бар ма? Ол задача. Бұны мен шешуім керек деп ойласаң, миың соның 100 түрлі шешімін тауып береді. Мына миға дұрыс сұрақ қою керек. Бұны мен қалай шешем? Бұның қандай мүмкіншілігі бар десең, 100 шақты проблема шешеді. Сол кезде проблема сенің қашып отыратын болады. Сен проблеманы шемішкеше шағып шешіп отыратын боласың. Сол кезде дамисың. Мамам сияқты ойламаңыз, кәсіпкер сияқты ойлаңыз. Өйткені өмірдің өзі кәсіп. Кәсіпкер деген ол іскерлік деген сөз. Іскер адам. Іскер адам кез келген проблеманы, бұл менің проблемам, оны мен шешуім керек деп ойлайды да, сөйтіп шеше бастайды. Сол кезде сіз байда бақуатты бола аласыз. Осы егер менің ақыл кеңесім сізге ұнаса, бұдан кейін мен тек қана бүкіл проблеманы шешетін адам боламын деп шешсеңіз, және кімге жақсылық ойлайсыз, соларға тарата жүріңіз. Бізге жетіспейтіні осы кәсіпкерлік сана, осы кәсіпкерлік. Егер бәріміз кәсіпкер болатын болсақ, бәріміз бай болатын боламыз. Кей адамдар қорқады, бәрі кәсіпкер болып кетсе, басқа жұмысты кім істейді? Мысалы, мен кәсіпкермін, сіз мұғалімсіз. Мен менің баламды, немерелерімді сіздің қойған талабыңыз бойынша, сіздің айтқан ақшаңызға мен оқыта аламын. Өйткені менің ақшам бар. Сол кезде сіз де бай боласыз. Біреу мал өсіреді, етін қымбат қып сата алады, өйткені басқа адамдарда ақша бар. Біреу үй жөндейді. Ол да, мысалы, айтады, менің мынандай қызметім осылай қымбат дейді. Бәріміз бай болсақ, бірімізден біріміз сатып ала аламыз. Мен Гонконгқа барғанда көргенім, қарапайым ғана ана қызыл балықты кесіп тұратын ресторандағы жұмысшылардың жалақысы 3000-нан 5000 долларға дейін екен. Өйткені ана оның тамағы қымбат, ол тамақты шалатындай бүкіл адамдарда мүмкіншілік бар. Өйткені бәрі кәсіпкер. Бәрі кәсіпкер болғаннан кейін өкіметтің бюджеті жақсы болады да, бюджеттен жалақы алатын мемлекеттік қызметкерлер, полицейлердің жалақысы өте жоғары. Бүкіл мемлекетте 100% бәрі кәсіпкер. Кәсіпкер болу үшін кәсіпкерлік сананы қалыптастыру керек. Барлық қазақ байда бақуатты болсын. Рахмет тыңдағандарыңызға.